Школьный двор и смех подружек, самый чистый, самый звонкий. И бегут по теплым лужам босоногие девчонки, и уже других качают наши школьные качели. Школа, школа, я скучаю, как мы быстро повзрослели. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит моя память, никуда еще встречаю. Оказалось, это больно, школа, школа, я скучаю. Мы учились, мы влюблялись, и с тобой делили тайны. Эти 10 лет промчались, прозвенел звонок прощальный. Дорогие мои одноклассники, желаю вам счастья. Сегодня особенный день, мы стараемся, чтобы вы все поступили на высшеобразованные университеты, чтобы ваши пути были всегда открытыми, всегда, чтобы вы были счастливыми, чтобы вы нашли свои пути в будущем. Я вас очень сильно люблю, Асем Батрекна, вас тоже. Спасибо вас за ваше внимание. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Все поступили на бюджет и вместо отвечали этот день. И спасибо, Асем Батрекна, что вы нам верили и нам дали поддержку. И спасибо за вас. Чистую тетрадку в сентябре усядусь дома, напишу, о чем мечтаю. Мы с вами учились с первой, даже с нулевого класса. Всем желаю счастья, чтобы вы все поступили в свои вузы, которые вы хотели. Время, которое я провел с вами, было очень веселым, крутым и самым позитивным для меня. Желаю вам счастья в будущем. И спасибо всем учителям с начального класса и взрослых, высших классов. И особенно вам спасибо, чтобы, потому что вы нас терпели. Спасибо. Еще встречаю. Любимые мои одноклассники и одноклассницы. Мы с вами учились уже 11 лет, и у нас прошло хорошее детство. Я очень счастлива, что училась с вами, и желаю вам в будущем найти свое место и быть всегда счастливым. И Асем Батрекна тоже спасибо большое. Эти 10 лет промчались, прозвенел звонок. Всем крепкого здоровья, всем жизни, успешного лечения, чтобы все поступили в этом году в вуз. Всем желаю крепкого здоровья. Всем спасибо за 12 лет, мы вместе учились. Я все за вас рад. Всем спасибо всем. Мою память никуда от них не деться. Самый любимый 11 лет. Вот вы уже покидаете школу. Дай Бог, что в будущем впереди вас встречало, и пусть будет только удачи. И я желаю вам счастливой, долгой, успешной жизни. И пусть ваш мир будет не тернистым. И в будущем вы стали самыми искренними, добрыми и самыми счастливыми людьми. Дай Бог встретиться еще через 20-30 лет и увидеть ваши счастливые лица, как вы стали отличными людьми, которыми можно гордиться, как вы стали, у вас у всех есть самая счастливая семья, и вы самые счастливые своих дети, своих родителей. Счастливого пути всем. Всех обнимаю, крепко и целую. Я вас всех люблю.
Ең ұлы мақтанышымыз атамасындағы бүгінгі кешемізге қош келіпсіз. Бүгінгі кешемізді ашық деп жарияламыз. Қазір мектебімізге келіп отырған меймандар менен таныстырып өтпекшімен. Қарақалпақстан Республикасы прокурорының орынбасары Қайыпбергенов Ерболат Төлепбергенович. Қарақалпақстан Республикасы мектепке шегемгі һәм мектеп білімдендіру министрлігі орынбасары Қадырбай Исмайлов. Нөкіс қаласы мектепке шегемгі мектеп білімдендіру бөлімі қанегесі Ерназар Қосымбетов. Басылауыш класста оқытқан ұстазымыз Нұрани ұстаз Насиба апа Разикова һәм атана Абаданова Светлана апа. Мектебіміз директоры Светлана Есимуратова Отанбетова. Әзірге сөз нәубеті Президент құттықтауы Қарақалпақстан Республикасы прокурорының орынбасары Қайыпбергенов Қадырбай Исмайлов. Assalomu alaykum jastlar. Hurmat qadrli farzandlarim, avvalo siz azizlarni hayotingizdagi bugungi unutilmas quvonchli voqea maktab ta'limini muvaffaqiyatli tugatib, yetuklik shahodatnomasini qabul qilib olayotganingiz va mustaqil hayotga qadam qo'yayotganingiz bilan samimiy muborakbod etaman. Ushbu huquqli ayyomda mamlakatimizning 10 mingdan ziyod maktabda
mehribon ustozlar, hurmatli ota-onalar ishtirokida so'nggi qo'ng'iroqlar jaranglab 450 ming nafardan ortiq bitiruvchi yoshlarimiz sha'niga ezgu tilaklar bildirilmoqda. Barchamiz bu fikrlarga chin dildan qo'shilgan holda katta orzu umidlar bilan kelajak rejalaringizni tuzayotgan o'g'il qizlarimizga ularning amalga oshirishda ulkan kuch-g'ayrat, omad va zafarlar tilaymiz. Ayniqsa maktabni oltin medal bilan bitirayotgan 11.500 dan nafar ziyod farzandlarimizga 2.000 dan ortiq kumush medal sohiblariga o'qish va izlanishda, jamoat ishlarida o'z tengdoshlariga doimo o'rnak va namuna bo'lib kelayotganlari uchun alohida tabrik va tilaklarimizni izhor etamiz. Aziz bitiruvchi yoshlar, bugungi kunda biz o'z oldimizga qo'yayotgan buyuk maqsadlarni amalga oshirishda butun xalqimiz qatori bilimli, hunarli, tadbirkor va vatanparvar har tomonlama yetuk yoshlarimizga tayanamiz. Kelajagimiz egalari bo'lgan navqiron avlodimiz yangi O'zbekistonni barpo etishda katta bunyodkor kuch sifatida ishtirok etish uchun zarur sharoitlarni yaratib bermoqdamiz. Jumladan sizlarning zamonaviy ilm va kasb hunarlar, ona tili bilan birga xorijiy tillar, IT, innovatsion texnologiyalarni, ijod va tadbirkorlik sohalarini puxta egallashingiz uchun hozirgi kunda 201 ta oliy o'quv yurti, 598 ta texnikum, ko'plab monomarkaz va texnoparklar, kutubxonalar, madaniyat, san'at va sport muassasalari samarali faoliyat ko'rsatmoqda. Tanlov imkoniyatini kengaytirish uchun yangi tizim va dasturlar, elektron platformalar ishga tushirilmoqda. Sizlar ana shunday beqiyos imkoniyatlardan oqilona foydalanib, yoshlik faslining oltinga teng har bir daqiqasini qadrlab, kelgusida vatanimiz mustaqilligini, el yurtimiz manfaatlari barcha sohalarda dadil himoya qiladigan yetuk kadrlar, ongli va oliyjanob insonlar bo'lib, xalqimizga sidqi dildan xizmat qilasiz deb ishonaman. Shuni aslo unutmang, odamzod hayotida munosib o'rinni topishi, el yurtning hurmati va e'tiboriga sazovor bo'lishi uchun milliy, umuminsoniy qadriyatlarni egallab, doimo oldinga intilib yashashi, izlanishi va o'rganishdan aslo to'xtamasligi kerak. Halol va mashaqqatli mehnat, ilmga, kasbga, ota-onaga va oilaga sadoqat hech shubhasiz insonni yuksaltiradi. Uning hayotini fayzli va charog'on etadi. Ayniqsa sizlar kabi navqiron, azmu shijoatli yoshlarimizga shiddatli zamondan ibrat olib, har kuni bir natijaga erishib, irodangizni sinovlarda to'plab, faqat va faqat oldinga qarab borishga yarashadi. Aminman, sizlarning yangi g'oya, tashabbuslaringiz, turli sohalardagi yutuqlaringiz yangi O'zbekistonni yanada qudratli etadigan moddiy va ma'naviy asoslarni barpo etishga beqiyos hissa bo'lib qo'shiladi. Sizlardek o'z kuchiga ishongan qat'iyatli yoshlardan qadrdon maktabingiz, aziz ustozlaringiz va ota-onalaringiz butun xalqimiz faqat ezgu ishlar va yorqin natijalar kutadi. Ana shunday yuksak ishonchga doimo munosib bo'ling. Intilish, izlanish va yangilik yaratishdan aslo charchamang. Mustaqil hayot sari ilk qadamlaringiz qutlug' bo'lsin aziz o'g'il qizlarim. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Endigi qutlug'lar so'z Tulib Qaytbergenov Erpolat og'angizga. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, aziz bitkiruvchi yoshlar. Bugun siz bitkiruvchi yoshlar uchun juda quvonchli kun. Sizlar qadrdon maktabingiz, mehribon ustozlaringiz bilan qo'shilib, turmushning yangi hamda javobgarlik bosqichida qadam qo'yib o'tiribsizlar. O'z ta'lim tarbiyasi, kuch-g'ayratini yangi O'zbekistonda quruqqa, janajon vatanimizga munosib farzand bo'lishga hamda o'z maqsadlarini erishishga bel baylagan sizlarday navqiron yoshlarda maktabda ta'lim tabisi tanlagangiz bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurori ham jamiyatdan chin yurakdan qutlug'layman.
Hazırki vaqtda respublikamızda 726 ulama bilim mekteplerinde soңғы qo'ng'irov жаңылап 24 mingdan aslan o'quvchi yoshlarimiz o'z mekteplerine qo'shilmoqda. Hurmatli ustozlar, o'quvchi yoshlar, bugungi kunda O'zbekistonda qurish yo'lida amalga oshirilib o'tirgan barcha reformalarimizda nizam ustunligini ta'minlash sheshuvchi ahamiyatga ega. Barchamizga ma'lum, hurmatli prezidentimiz tomonidan Жаңа O'zbekiston mektep bo'sag'asidan boshlanadi degan boslama alg'a surilgan edi. Solay ekan, siz aziz yoshlarda zamonaviy bilim olib, kasb-hunar o'rganib, jamiyatimizda munosib o'rin egallashingiz uchun yangilangan konstitutsiyamizda da juda ulkan mumkinchiliklar belgilangan. Nizam ustun bo'lgan jamiyatda albatta adillik, siyosiy sotsial turaqlilik, ekonomikalik o'sish ham rivojlanish bo'ladi. İnsan qadri, huquq ham manfaatlari ta'minlanadi. Sizlarning safoli bilim olib, kelajakda kamil insonlar bo'lib yetishingiz uchun barcha sharoitlar yaratilmoqda. Men bugun o'z bir 11 yil o'zlaringizning ardaqli darg'ayingizda bilim olib, turmushning yanada javobgarlik davrini qadam qo'yib o'tirgan, kevillari ko'tarinki, ulug' umid ham maqsadlarga to'lib turgan siz aziz ul qizlarimizga haq yo'l tilayman. Kelajakda turmush yo'llarınız to'g'ri bo'lib, maqsadlaringizga erishib, mamlakatimizda yoshlar uchun yaratilgan mumkinchiliklardan durust foydalangan holda Жаңа O'zbekistonning quruvchisi bo'lib yetishingizni senaman. Hurmatli ustozlar, aziz o'quvchilar, sizlarni bugungi quvonchli sayli munosabati bilan yana bir marta qutlaqlab, barchangizga bekim den sog'lik, baxt, sonday bugundan keyingi davrdagi o'quvlaringizga da tasqin tavsiyalar tilayman. Diqqatlaringiz uchun rahmat. Rahmet. Халықта сөз бар, ұстаз атаңдай ұлы. Камил инсан підаkerleri сіз, жастар көп, білімлі, табыслы, пұллы, оларды да адам қылған сізлерсіз. Қызметіңіз келешектен қайтқандай, жаңа бостанлардың бағманларысыз, сіз ұстазлар президент айтқандай, азат елдің әзиз адамларысыз. Ендігі сөз мектебіміз директоры Светлана Утамбетова Есемұратовнаға. Ассаламу алейкум, қадірлі меймандар, мехрибан ата-аналар, азиз біткеруші класс оқушылары. Міне мектебімізде бүгін үлкен байрам, соңғы қоңырау байрамына жиналып отырмыз. Міне мектебіміз бірнеше жылдардан бері республикада, қала берсе, Өзбекстанда ең үлгілі мектептердің бірі. Міне бүгін мектепті 11 класты 92 оқушы, 9 класты 120 оқушы, 1 классқа 150 оқушы келіп тұрыпты. Міне ата-аналар, осы 92 оқушымыз біздердің бүгін мектепте алған білімлерін, өздерінің жоғары фазилетлі, адамгершіліклі білімлерін хаммесін көрсетіп, биыл біздердің мектебімізден қарлығашылар енді ұшайын деп тұрыпты. Өзбекстан өз ғареслігін алғаннан кейін барлық салаларда да, барлық білімлендіру мекемелерінде де күшлі өзгерістер болды. Соның ішінде мұғалімдерге деген, оқушыларға деген, ата-аналарға деген біздің білімлендіру тарауына президентіміздің жүда көп минетлері сіңіп, қазір біздердің оқушыларымыз үшін әр қилы шариғатларды жаратты. Соның себебінен сіздің алдыңызда тұрған 92 оқушыдан қазір біздерде 19 оқушымыз қазір студент қатарына кіріп тұрыпты. 2 оқушымыз сырт елдердегі университетлерге студент болып тұрыпты. Бұлардың арасында, біткерушілердің арасында Қарақалпақстанға, Өзбекстанға спорт бойынша сайланды командасының оқушылары да тұрыпты. Міне біздер сондай оқушыларымызды тәрбиелеп отырғандығымыздан жүда қуаныштымыз. Себебі біздердің мұғалімдерімізге деген президенттің
біздерге мақсат етіп қойған затлардың әммесін біздің студенттеріміз, оқушыларымыз, мұғалімдеріміз бәрі орындап атырыпты. Міне сондай жаңа Өзбекстанда құрушы біздің жастарымыз жоғары фазилетлі, сауатлы, білімлі, дүния стандартларына сай беретұғын оқушылар болып жетілдіру үшін ең бірінші олардың ұстазлары білімлі, сауатлы болуы керек. Соның үшін президентіміз тарапынан біздің ұстазларымызға көп жақсы мақсатларды алдына қойып, олардың айлықтарын көтеруде де көп шариғатлар тудырып берді. Соның үшін міне ұстазларымыздың арасында да 122 ұстазымыз болса, соның 14-ті үстемелер алып, азыр сақы іслеп атыр. Президент айтқандай $1000 айлықтарды алып атырған ұстазларымыздан бар. Англичан тілі бойынша ұстазларымыз Нөкіс қаласында қала берсе, Қарақалпақстан Республикасында 100% сертификат алды біздің мектебіміздің инглиз тілі мұғалімдері. Оқушыларымыздың ішінде де қазір инглиз тілінен онан кейін милли сертификатлар алған, халықаралық сертификат алған міне оқушыларымыз бар. Егер қолларында болса, оқушылар көтеріп жіберсеңізден болады. Бұл сертификатларды міне оқушыларымыздың бәрі, сертификат алған оқушылардың бәрі бұлар студентлер бар. Ваучер, алдыға шығың ваучер. Әр жылы президентіміз тарапынан ең сөйтіп берің, көрсетіп қойың тек. Президентіміз тарапынан әр жылы англичан тілін жақсы оқытатұғын мектеп деп қымбат бақалы сыйлықтар менен сыйлықлайды. Міне биылғы жылы біздің мектебіміз сол президент айтқан проектқа кіріп, екінші орынды 75 миллион ақшаны қолға кірттік. Мұғалімдеріміздің атынан, ата-аналарымыздың атынан, мына қарлығашларымызға ақ жол тілеймін. Әр жылы мектебімізден 90-95% оқушыларымыз жоғары оқу орындарына кіреді. Міне қазір алдыңызда тұрған 92 оқушының қазір 21 студент. Бұларға қосымша қасындағы тұрған оқушыларымыздан бар оқуға кіріп, біздің 90-95% оқушыларымыз студент дегенді биыл Құда қалесе 100%-ға жеткереді деп отырмыз. Әммеңізге рахмет. Осындай балаларды тәрбиелеп атырған ата-аналарға, ұстазларға әммесіне мен шексіз миннеттармын. Шаңырақларына амандық, өздеріне зор денсаулық, бақыт, оқушыларымыздың бәрі күзде міне оқуға кіріп кетті деген жақсы хабарларды естіміз. Әммесі жоғары оқу орнына, өздерінің қалеген оқу орындарына кіріп кетуіне тілектілеспіз. Рахмет. Айемде данышпан арасту өткен, Афлатон ол затқа ұстазлық еткен, Іскендер, Зұлхарнайын, Амир Тимурлер ұстазға басиып құрмет көрсеткен, ұстаз болған, ерсі істі етпеген, білгірмен деп менменлікке кетпеген, Науайлар жұрттан ұлы болса да, Жамидің алдынан кесе өтпеген. Ендігі сөз Қосымбетов Ерназар ағаңызға. Ассалаумағалейкум, құрметті ата-аналар, құрметті мінекей біткеруші жастарымыз. Мен сіздерді Нөкіс қаласы мектепке шейінгі мектеп білімдендіру бөлімі жамаатынан Қалаберді өзімнің атымнан сіздерге мінекей біткеру көшесімен шын жүректен құттықтаймын. Жаңа құрметті директорымыз атап өткеніндей бөлімде ең бірінші бестіктің ішінде тұрған мектеплердің бірі Құда қалесе міне мұғалімлердің, ұстазлардың берген білімлерін Құда қалесе ақлап, әммеңізді жоғары оқу орындарына кіріп кетуіне тілектілеспен Қалаберді осы мектепті осындай дәрежеде жеткерген құрметті ұстазларымызға, құрметті мектеп дирекциясына шексіз minnettarchilik білдіремін. Және бір мәртебе міне бүгінгі кешемізге келіп отқан құрметті меймандарды, құрметті ата-аналарды, құрметті біткерушілерді шын жүректен бүгінгі қоңырау кешесімен құттықтаймын. Рахмет. Ендігі сөз нәубеті 11-ші Ж класс оқушысының ата-анасы Абаданова Светлана апаға.
Assalamu alaikum, hürmetli ata-analar, ustazlar, оқушылар. Не бүгін республикамыз бойлап үлкен байрам. Бүгін міне әрбір ана өзінің перзенттерінің жетістіктерімен мақтанады. Міне жаңа хаммеміз куә болдық. Светлана Исимұратовна өзінің біткерушілері, биылғы біткерушілер, бұрынғы оқыған біткерушілермен мақтанып жатырды. Мен өзімнің атымнан, ата-аналардың атынан биылғы біткеруші 92 оқушымсам жоғары оқу орындарына кіріп, және бір мақтанышқа мақтаныш қосыла берсін. Сол ата-аналарымыз бірінші қуанып, осындай балалар перзентлері жоғары оқу орындарына кірген ақтыңызда хаммеміз де қуанғаймыз. Денсаулықтары бекем болсын. Мына өсіріп отырған перзентлеріміз Өзбекстанның келешегі болған жақсы инсаулық жетілсін. Мектеп жамаатына, міне бүгін келген меймандарға үлкен рахмет айтамыз. Міне президентіміздің біткеруші оқушыларына жіберген жол құттықтауынан естіп қуанып жатырмыз. Өйткені президентіміз тарапынан үлкен шараятлар жаратып беріп жатыр. Сол үшін хаммеге ақ жол, дайым сол балаларымыз оқуға кіріп, хаммеміз біргелікте қуана бергейміз. Рахмет. Рахмет. Қазір оқушыларымызға құрмет жарықлар тапсырылады. Міне біткеруші класс оқушыларымыздан мүддетінен алдын студент болып бақытына мәсір болған оқушыларымыз бар. Міне құттықтау үшін сөз Утамбетова Светлана Есимұратовнаға. Құрметті ата-аналар, жаңа мен айтқанымдай 21 оқушымыз біздердің сертификатлар алып жоғары оқу орнына кіріп тұрыпты. Соның ішінде қазір бірнеше оқушыларымыз біздердің 5 вузға студент болып тұрыпты. Міне соларға біз қазір мақтау жарлықтарын береміз. Асамадинов Шамширбек. 11-ші Ж класс оқушысы Асамадинов Шамширбек. Сертификатлары қолдарында. Утегенова Анна, 11-ші Ж класс оқушысы. Бердімұратова Ұлдана. Класс оқушысы Алауадинов Атабек. Алауадинов Атабек. Амантаева Мадина. Мына бала. Амантаева Мадина. Уразбаев Жамшит. Жамшит. Аса. Muradova Yulduz. Dosnazarova Malika. Асимова Гүлсебар. Енді классрумлар бар азыр. Ситчанова Гүлхатиша, сертификат. Құрметлі ата-аналар, осы оқушыларды тәлім-тәрбие беруде өзінің білін аямай, һәм өздері де сертификат алып, міне президент айтқан $1000 айлыққа жақылатып айлық алып отырған біздердің класс басшыларымыз бар. Міне солардан Қойлыбаева Айсанем. Айсанем Қойлыбаева. Розымбетова Файоза.
Dilbar. Хайраддинова Dilbar. Нарысымызға да бері қойын. Балалар олимпиададан хәмме орын алады. Енді ата-аналар сондай нелерді. Көпшілік оқушыларымызға құрмет жарлықтары бар, уақыт аз, 1 сағат уақыт беріп қойыпты. Кейіннен береміз. Осындай балаларға тәлім тәрбие беріп атқан ата-аналарға да миннеттаршылық алғыснамамыз бар. Абаданова Светлана. Зарыпбаева Эльмира, Асамадин Шамширбектің ата-анасы. Ситімбетова Гүлжахан. Ситжанов Алишер. Ситжанова Гүлғатишаның ата-анасы. Ситжанов Алишер, Акимнязова Бибиқа. Махаммед Салиева Камила. Халилаева Рамуза, Алауаддинов Атабектің ата-анасы. Нұрниязова Дилафруз 11 А класс оқушысы. Жапарбергенов Нұрсұлтан. Пірназаров Дәулетназар 11 А класс. Арисова Гүлстан, Жапарбергенов Нұрсұлтанның ата-анасы. Утекеева Санабар, Пірназаров Дәулетназардың ата-анасы. Көпшілік ата-аналарға алғыснамаларымыз бар. Уақыттар, балаларыңыздың таярланып келген затларын бізе көрсет алмай қалымызсың, бірақ бүгін әмме ата-аналар өзінің алғыснамаларын алады. Рахмет. Розенбета Фаюза, Сулейманова Элеонора. Абыллаева Рашида. Абыллаева Рашида, 11 А класс басшысы. Дилмоза Валикулова Машкураң ата-анасы бармы?
Ortiqova Muhabbat, Ortiqboyeva Dinaraning ota-onasi. Hazır usu 11 klass bitkiruvchilarning 1-klassda o'qitgan ustozlarni o'rtaga murojaat etamiz, ham ularga so'z beramiz. 11D klass ustozi Razikova Nasiba opa. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, maktabimizga tashrif buyurgan hurmatli ota-onalar, hurmatli o'quvchilar. Mana bugun maktabimizda katta tantana, butun O'zbekistonda shu 11-sinf o'quvchilari jonajon maktabi bilan xayrlashib, mustaqil hayotga qadam qo'yayotganliklari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Aziz maktab bitiruvchilari, maktabni muvaffaqiyatli bitirib, shu oliygohlarga o'qishga kirib, ota-onangizni, o'qituvchilarni quvontirib, mustaqil O'zbekistonimizga kerakli bir yaxshi kadrlar bo'lib yetishgaysizlar. Sizlarga sog'lik, salomatlik, uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Har bir kuningiz shunday bir quvonchli, yaxshi kunlarga boy bo'lsin. Aziz bitiruvchi o'quvchilar, quyidagi misralarni sizlarga aytaman. Farzandlarim, bu kun sizlar ilk dovondan oshasiz. Barchangiz ham tirishqoqsiz. Bilim olmoqqa shoshasiz. Biz sizlarga ushbu kunda baxt va omad tilaymiz. Kamolingiz ko'rishlikni yaratgandan so'raymiz. Mana bugun savodxonsiz, hech narsaning yo'q kami. Qutlug' bo'lsin ushbu ayyom, qutlug' bo'lsin bugungi bayram. Sizlarga baxt, omad tilayman. Rahmet. Bilimli yel, sanasi bar, ko'zi bar. O'siq dunyo arasida o'zi bar. Bir harf o'rgatgan ustozga 40 yil xizmat qiling degan xalqning so'zi bar. Altınның жезқорлым қадірі болмас, мағрифет білімге нұрын салмаса, тек бір білім менен инсан бола алмас, адамшылық фазилеті болмаса, жас әулет білімге жұмсап бар күшін, ақыл зейіні менен әлемді шолсын, ватан үшін, адам үшін, халық үшін жанып жасайтұғын азамат болсын. Дүнияға мейірімлілік үлгісін берген қызларымыз оралдай арулы болсын, ватан туын 4 мәртебе көтерген балалар Құтыбаевтай қарулы болсын. Ендігі сөз 11 класс біткерушілеріне 11 А класс Тұрнымұратова Нілупар. Әмеңіз келіп тұрсаңыз болады, құтылқан сөз сөйлейтін 11 класс біткерушілері. Assalomu alaykum, hurmatli muallimlar, hurmatli mehmonlar, hurmatli o'quvchilar. Bugungi 3-maktab 11-klass o'quvchilari bitkiruv kechasine xush keldinglar. Sizlarga ulkan alqishlar aytaman. O'sha kunga yetkazganingiz uchun ulkan rahmatlar aytaman. Ota-onalar ham bizlarni tarbiyalab kelgan muallimlarga basında yeb salam bering. Assalomu alaykum, xush keldingiz. Bugungi bizlarning bitkiruv kechimizda ulkan tabaslar tilab kelganingiz uchun ulkan rahmat aytaman. Bugungi bitkiruv kechida Xudo xolisa zo'rg'a o'tkazamiz degan umiddaman. Ham bizga tarbiyalab kelgan Abdullayev Rashida mamga adinlari rahmat aytaman. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, aziz mehmonlar va tadbirimiz qatnashuvchilari. Avvalambor shu yillar davomida bizga nafaqat bilim, balki
sabr toqat, tarbiya, hayotga bo'lgan qarashni o'rgatgan aziz ustozlarimga chuqur va cheksiz minnatdorligimni. Здравствуйте, дорогие учителя, гости, наш директор, родители и друзья. Сегодня особенный день. День, чтобы сказать главное. Спасибо. Спасибо за ваши знания, за заботу, за терпение. Спасибо за все. Сегодня мы уже направляемся к жизни, к большой пути. За это я хочу сказать вам спасибо. Учителя не только учили нас к знаниям, правилам, формулам, но они учили нас, как думать правильно, не сдаваться и быть собой. В этой школе мы не только учились, но мы учились, как стать, как личность. Спасибо за все. Я желаю вам, чтобы вы поступили на высшеобразованные вузы. Спасибо за все. И наши гости тоже. Спасибо вам. Здравствуйте, уважаемые учителя, родители и дорогие одноклассники. Сегодня мы стоим на пороге нового этапа. День последнего звонка стал для нас символом завершения целой эпохи. От имени нашего класса хочу поприветствовать всех, кто пришел, чтобы поддержать и разделить с нами эти эмоции и моменты. Спасибо каждому учителю. Вы не просто учили, вы вкладывали в нас силы, терпение и душу. Спасибо за узнание, поддержку и веру, даже когда мы сами в себе сомневались. Отдельная благодарность нашему директору и завучам. Вы следили, чтобы школа была для нас не просто местом учебы, но и вторым домом. Спасибо за строгость, мудрость и заботу. И, конечно же, спасибо нашим одноклассникам. Мы столько лет вместе провели, и хотя скоро мы пойдем разными дорогами, эти воспоминания навсегда останутся с нами. Извините еще раз, я хотела очень сказать большое, огромное спасибо нашему классному руководителю. Она всегда была рядом с нами с первого до последнего дня, поддерживала, направляла и верила, знала каждого из нас. Я хочу сказать огромное спасибо за ваше большое сердце и доброту. И вы стали для нас больше, чем просто учитель. Спасибо всем вам. Благодарим вас неустанно за наставление, тепло. Руководитель, лучший самый, вы всех нас взяли под крыло. Рахмет. 11 класты, 1 класста оқытқан ұстазы Сабурова Тамара апа һәм 11 класты оқытқан ұстазы Қалымбетова Светланаға сөз береміз. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые гости нашего торжества. Сегодня наши школьники прощаются со школой. Это знаменательный праздник. Желаю им, чтобы они не останавливались на достигнутом, шли по жизни уверенно. Я очень волнуюсь. Родные мои, дорогие мои, я хочу, чтобы каждый из вас достиг, о чем они мечтали, к чему они стремились. Дерзайте, высокого полета, добрый путь вам. Здравствуйте, уважаемые дети, уважаемые гости, уважаемые коллеги. Дорогие дети, поздравляю вас с окончанием 11 класса. Желаю вам успехов в дальнейшей жизни. У вас такой важный момент завершен, что у вас все мечты сбывались. Желаю успехов в дальнейшей жизни. Всего самого наилучшего. Мы тоже сейчас волнуемся, поэтому желаю счастья. Рахмет.
Bir. Birinchi klasslardim şarşap turibdi. Qarasangiz siz ko'rib atırsınız. Soning uchun birinchi klasslarda bir o'zing kunda turgani sababli hozir astagina klassdan ishga kirgizamiz. 10-klasslar keyin xalq konsertini ko'rsatib, 11-klasslar konsertini ko'rsatsa deb bo'ladi. Qani o'zlaringizning tilaklaringizni, o'zlaringizning tilaklaringizni 11-klassdan kursiga bormaysiz deb o'tiribman. Sharlarda hamma o'zining tilagini aytib ushiradi. Hozir shart ushirib jiberaman. Sal aldiroqqa turing, sharbarlar. Sebab kerak kelinib qoladi. Berman, aldiga keling sharbarlar. Sharlar aldiga kelin, kerak kelinib qolishi mumkin. Aha, aldiga. 3 deganda usib jiberaman. Tilaklaringizni aytib 1, 2, 3 jibering tilaklaringizni. O'rningizda turasiz hamma. Birinchi klasslarda ustaysiz. Hammangiz o'rningizda turasiz. Birinchi klasslarda ustaymiz. Birinchi klasslarda hozir ustad. Birinchi klasslarda 11-klasslarimiz ishga kirgizib jiberadi. O'zlari meni berib atir. Soning uchun o'zlari hozir ulkan faziletli, savodli odamlar bo'lgandan keyin kichkantay qo'llarini maktabga qadam qo'ydiradi. Kim? O'rningizda turing, o'rningizda turavering. Tur. 11-klassni yeb tursang, o'rniga ketish. Birinchi klass chiqarib soling ishga. 11-klasslar o'rningizga borib turasiz, aylanib. Aylanib o'rningizga borib turing. O'rningizga borib turing hammangiz aylanib.
maktab alvido. İlk sevgimiz hemen sonra günler alo. Hayır alvido, maktab alvido. Sevgimiz selam sesi hayır alvido. İlk sevgimiz selam sesi hayır alvido. Sınıftaşlar göz yaşların bengizli derya. Hayır alvido, alvido. Partalarning orqasida qolib ketdi hayolatlar. Ismimizni olib uchgan o'sha qog'oz samolyotlar. Hali chinga aylanmagan hayollarim juda ko'pdir, juda ko'p, judayam ko'p. Ne uchundir bilmoqcha kaflisa sevdim tuproq. Esmiftosh men ham seni ayrilar choq. Sevdim tuproq senga olmagan sirli savollar. Juda yoshligimiz sarlavhasi maktab alvido. İlk sevgimiz hemen sonra günler alo. Hayır alvido, maktab alvido. Sevgimiz sarlavhasi hayır alvido. İlk sevgimiz sarlavhasi hayır alvido. Sınıftaşlar göz yaşların bengizli derya. Hayır alvido, alvido. Ustazlar, o'quvchilar, mine bizlar hozir ayrim qanotlarimizning baratug'un және bir usunday merpриятиялар бар ekan. So'g'an байланысты hozir qo'ng'irog'imizni qaqtirib jibiramiz, biroq keyin және davom etamiz. Раз.
почти не стал мечтать, но только чей-то крик вдруг позвал летать и поднял ты глаза в высоту, где голоса плывут, там люди вне леса. Тебя с собой зовут. Лететь куда-то вдаль. Оставить все то, что жаль, и лететь по белому свету, став одним движением ветра. Лететь. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл. Вся наша школа сошла с ума от этой новенькой, в мой класс она зашла, и сразу понял я, и Купидон мне в сердце не стрелою дала пулею. Сказала наша классная: детки, знакомьтесь с Юлей. И вот я словно тень плету за Юлей, амурный клюбик, подойти боюсь я к Юле. Вдруг меня она не любит, а вдруг другого любит. Юля любит не меня, ведь в мечтах на двоих у меня с Юлей одна фамилия. И так полгода днем пожар, а ночью бессонница, сердце рвется, но лед никак не тронется. Но как-то утром я решил сделать первый шаг, купил цветы и под подъезд, лишь бы ты пришла. И ты пришла, драма по классике, но не одна пришла, а под ручку с одноклассником, и ударились об землю небеса. И тогда я написал: Юля, медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть... Уақыт аз болып жатыр, соның үшін ендігі класс шықсын, 9-шы класс, 11-ші класс шығын, 11-ші класс. И ленталарыңыз даярлаңыз. Ленталарыңыз даярлаңыз, ленталарды қосықта. Ленталар даярлансын. Кругқа түзін, кругқа, круг. Ата-аналар кішкентай балаларды сәл алып тұрыңыз. 1-ші класстарды жіберіп жатыр едік. Азамат мешать етмесін деп. Сәл араққа тұрыңыз. Девчонки и уже других качают. Наши школьные качели. Школа, я скучаю. Как мы быстро повзрослели. А записки с галками. А баране камера, қарасыз. А камера баране. Встречаем.
дитя, даруй с детства. Никуда не деться. Класс руководитель қолдағыларды алып ат суретке тастан. Сөйтіп лентаны тез орын, лентаны кейін болды. Уақыт болып қалды, уақыт болып қалды. Я скучаю по тебе и твоим. Салюттарын саған ат суретке апарып тастарда лентаны кейін тез келіп бер анырақ жақынлаң. Жақынлаң. Лентаны кейін и бір кругқа жақынлаң. Ай, болды, қоя қойың, Самир. Ай, Самир. Қане болған болса ленталар жинап бір кругқа тұрамыз, тез тұрып алың. Ленталар алысы бір круг, үлкен бір круг. Үлкен бір круг. Әуелі 5 кругқа тұрып, бір кругқа тұрып. Бір кругқа тұрып. Давайте. Қой, ортаға қой. Қане ортаға жиналамыз, хамме ортаға жиналамыз, ортаға жиналамыз. Бізге қайтамыз, бізге қайтамыз. Класстың руководителі, тағы бір мәртебе, ал класстан бастап ішке кіргізеді. Ортаға, ортаға. Мені қосатын, родителер қосатын, қосатын, әммен қосатын. Орның ұстатуын енді бағана орның ұстатуын әммен. Ахмет, бұлай қоя бер кіреді, Ахмет екі шетіне кіреді. Орның ұстатуын тез, орның ұстатуын әммен орның ұстатуын. Біреуде орның ұстатуын әммен. Әммен орның ұстатуын. Залға барас, түсініңіз қояме, залға бір кірің. Қол шапатлап қалады родителер. Біреуден, залға.
Summers and winters, snowy Decembers, sat by the water, close to the embers, missing out the lives that they once had before. I wouldn't leave you, I would hold you when the last day comes. What if you need me? What if I need on the last day, Mr. and Mrs. dreamed of a willow, carving their names into the willow. If he had spoken, love would return, spoken inside to soul to Summers and winters, snowy Decembers, sat by the water, remembering embers, missing out the lives that they once had somewhere the timing will come together. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the Monday our masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me out. I want you laying me down to the dead bed. On the edge of your life, staying drunk in your ride. The angels up in the clouds, I'm jealous, not what we found. Something so wild, calling you out of there. You got me kissing the ground, from the sanctuary. Share with me when you touch, who love it from me to clouds. The angels up in the clouds, I'm jealous, not what we found. Place hallelujah. On this side, lost hills and scream. All my life I'll do ya. Breathe and take my breath away. Arms outstretched, you're the sculptor in the clay. Oh my, you're taking me out. Won't you lay me down to the dead bed? On the edge of your life, staying drunk on your ride. The angels up in the clouds, I guess no one can know. Something so wild, you're in there. You got me kissing the ground, sanctuary. Share with me when you touch, oh love, you turn me down. The angels up in the clouds, I'm jealous, know what we got. Сонuncu sizlerге біріншіден мектептен даярлап қойған осындай балаларыңызды даярлаган ата-аналарға алғыснамалардың бәрін бере алмадық. Оқушыларға грантларды бере алмадық. Соларды залдың ішінде берейік деп кіргізіп жатырмыз қазір. Біздер қайда тыңшыларың қызлар? Мыналар. Юлдашева, мынау кім? Мияққа тұрасыз тарқатшы беремен айтып қояйын. Ана қызлар шақыр ізге. Рашида. Тәртіпсіз балаларым, тәртіпсіз.
125 bala kelib atrofida. Bir uyga uch ketmay olib deb berish bermoqdan sağam var, berib. Tunuşturun qani. Sonuç için işlerimizde bu mektepte ata-analarına, o'quvchilarga aytadigan tileklerimiz bor chiqar. Biroq mana bolalarimizni mana qattiq uslab, bolalarimizni yaxshilab tarbiyalab, bir Xudoya saboqlarga kelib, milliy partiyaga tushib aytıyor bolalar, ishtirok samay, yaxshi bo'lib kelgan o'sha islarga mektepning administratsiyasi adından rahmatlar aytaman. Buning uchun alqishnomalarimizni hozir berib bereyim birinchi. Tek familiyasını anlatıp gelebilirim. Alkısnama, Kalşanova Zernegül, Berdimuratova Ulanang maması, Tajiyev Rustam, Rajapova Sevinç. Dostnazarov Qalibek, Malika. Бережбердик ужам. Уразбаев Жамшиктің мамасы. Абдуллаева. Алиахмедова Елена, Утегенова Анна. Ne alayım var mı? Ne alayım? Утегенова Анна мамасы. Шуман Бекзаттың мамасы. Шуманов Рахат. Мамасы. Ханязов Айдос, Ханязов Самирдің. Досымбекова Гүлшахра. Досымбаева Гүлшахра. Темірбекова Эленораның мамасы Исжанова Гүлсауыр. Гүлсауыр. Алламбергенова Айгүл, Халменова Оксана. Алиева Светлана, Аманязов. Шахрух намаз. Құрбаниязова Валентина, Кеулмежаев Дамирдің мамасы. Асемова Гүлсемардың мамасы, папасы Асемов Пұрхат Мусаева Гүлшан. Сейілханова Дина, Роман Мақсумның мамасы. Утемисова Жазираның апасы Жылқасов Юсуп. Шарипова Шахста, Жұманиязов. Утегенова Мехриванның мамасы Шымбергенова Алия. Зімбетова Альмира, Мұратбаева Динахман. Лепесова Гүлнұр, Бекжанова Рана. Шарипов Бахадыр, Хайратдинова Аселия. Исламова Гүлмира, Бадулаев Султанның. Хусенова Малика, Нурман Абусаматтың. Ситімбекова Гүлжахан апа. Бақытбаева Асардың.
Құдайбергенова Гүлназ. Ұзақбаева Айдана мамасы, Абдуллаева Сарбыназ. Уразбаева Раушангүл, Ұзақова Дилбар. Утишева Альбия, Аманиязов Қуанышбай. Юлдашева Наргиза, Юлдашева Написа мамасы. Тұрниязова Ұлдаулеттің мамасы Темірбекова Насиба. Титекеева Ұлмекен, Темірбекова Насиба. Шақсимова Фатма, Мақсет Қуаныш. Мұратбаева Фируза Бану, Шадымұратова Гүлзамира. Қаракулова Юлдыз, Айтбаев Дауран. Хабиба Нилуфар, Мұратбаева Салтанат. Алиева Айзада. Кадрипеса Мехриба. Утигинова Мукаррама, Жолдасбаева Пирузаным. Жолдасбаева Пируза. Руководитель, уважение керек. Бен 11 класс. Қадыра, Уразбаева Тумаристың мамасы. Ағипа. Ағипа. Абдымұратова Мамутов Мейірбектің. Есенгелді Дәулетияның мамасы Досымбетова Самира. Тұрдыбаева Құрлыман, Шадымұратова Гүлмира. Тұрдымұратова Нилуфар, Жұманиязова Шахризада. Жұманиязова. Абдуллаева Рая, Нұрниязова Дляпруздың мамасы. Алихулова Рамзия, Тимир Азизбектің мамасы. Маткарипова Анаргүл, Қайыров Илхам. Сықырма. Машарипова Зухра, Кенжебаев Шахруқтың мамасы. Кенжебаев Шахруқ. Юлдашева Азада, Юлдашева Юлдыз. Хакимбаева Макрузан Нес, Абдуллаева Саятхан. Ниязова Мамлюда, Қожабергенова Ширинның мамасы. Ниязова Мамлюда. Амраева Мехрибан, Аминбаев Шухратбектің мамасы. Бекжанова Гозал, Халандар Гүлшат. Құрбаниязова Тлапрус, Янгыбаев Адылбек.
Nafruz. Aydın Xudaynazarova. Qo'chqarova Zamira Yuldasheva Nodira. Baydullayeva Sayra Atajanov Dilmurod. Krimova Nodira Kenjebayev Adham. Kenjebayev Adhamning qaysi bormi? Palvonova Xurshida Farhodova Ibrat. Qidirova Maqsuda Azatov Muslimbek. Qurmonboyeva Xolida Safarboyeva O'g'ilay. Baydullayeva Mahbuda Qadirova. Aytova Shohida Murodboyev Dastur. Mu'minova Gulnora Sulaymanova Eleonora. Sherova Muqaddas Davronova Shukurjon. Samandarova Nasiba Dilshodbekova Shahnoza. Matyakova Muhabbat Artiqboyeva Dinara. Saparniyazova Nasiba Aminboyeva Nodira. Xalnazarova Jumagul. Amanqulishov Dayanch. Aminbayev Shuhratbek. Aminboyeva Nodira. Atajan Dilmurod. Azatov Muslimbek. Asimqulov Shuhrat. Davronova Chukurjon. Farhodov Ibrat. Murodboyev Dostonbek. Kenjebayev Shahrux. Qalandarov Dilshodbek. Kenjebayev Adham. Adham. Saparboyeva O'g'ilay. Qadirova Sevara. Murodova Go'zal. Ortiqboyeva Dinara. Qo'shabergenova Shirin. Hakimboyeva Mafruza. Shirin qayda? Mashhura Valiqulova. Salayeva Dilafruz. Tayyorov Ilhom. Sulaymanova Eleonora. Sulaymanova. Timirov Azizbek. Timirov. Yangiboyev Odbek. Yangiboyev. Odilbek Atanasi. Sindi Atanasi. Yuldasheva Nodira. Nodira. Yuldasheva Azada. Azada. Dilshodbekova Shahnoza.
Қожабергенов шерім жоқ. Қаниязов Самир 11-ші класс оқушысы. Өзінің ынталылығы, үлгілі мінез құлқы, жәметтік жұмыстарға белсене қатынасқандығы үшін. 11-ші Кеулімжай Дамир. 11-ші Аманиязов Шахрук. Шуманов Бекзат 11-ші класс. Аланиязов Султан 11-ші класс. Аланиязов Султан. Тимиркулова Элеонора 11-ші класс. Раджапова Севинч. Севинч бар ма? Севинч Раджапова. Раджапова Севинч. Алламбергенова Айгүл. Алламбергенова Айгүл. Класс оқушылары өзінің ынталылығы, үлгілі мінез құлқы, жәметтік жұмыстарға белсене қатынасқаны үшін Уразбаева Тумарис. Уразбаева Тумарис. Ұзақбергенов Алишер. Хабибова Нелупар. Хабибова Нелупар. Turdumuratova Nilufar. Turdumuratova Nilufar. Turdubayeva Gulayim. Turdubayeva Gulayim. Sırtta dedi. Sitikiyeva Almiken. Sırtta dedi. Сапарнязова Сагдяна. Римов Бекзат 11-ші класс. Қазақбаев Амирхан. Қазақбаев Амирхан. Turdumuratova Nilufar. Turniyazova Uldavlet. Kalvaniyazov Quvanish. Turdubayeva Hurlima. Turdubayeva Hurlima. Umurzaxov Qo'jahmet. Alquatov Sultonbek. Asimbayeva Munira. Muratbayeva Firuza Banu. Maqsetov Quvanish. Mamutov Mirbek 11-ші класс. Qadırbayeva Gulmira. Qadırbayeva Gulmira. Qaliyeva Ayzada. Жолдасбаева Фируza. Hakimniyazova Barno. Есенгелдиев Давлетияр. Доспанова Хурлима. Давлетов Данияр.
Айтбаев Дауранбек. Айтбаев. Мынау не? Бекболат. Бекболат Даниярбек 11-ді. 11-ші E класс. Алиев Ерсултан. Леписова Гүлнұр. Леписова Гүлнұр. Маратов Ислам. Нураддинова Дамихан. Жақсылыкова Мөлдір. Ибадуллаев Султан Бейбарыс. Харединова Асилия. Шуманазаров Жамшит. Матикеева Гүлнура. Матекова. Нурманов Абдусамат. Утегенова Михриван. Утемисова Жазира. Романова Ақсугүл. Ситчанова Гүлхатиша. Ситчанова. Уразбаева Райхангүл. Уразбаева. Утешева Альфия. Юлдашева Написа. Класс. Айоза. Бекболатов Даниярбек. Не бүгін перзентлеріміз үлкен өмірге қадем қойып атып тоқтаймыз. Сол қадемлері бір не дейді, жоғарыларға ұшып паруазлары бәлен болсын қаймыз. Сет апа, сізге де көп рахмет. Неше күннен бері біздерді қолап қуатлап, біздермен қосылып жүгіріп жүрсіз. Мен осы 11-ші А класын алатын кезінде бұлар 7-ші класс еді. Құрметлі Сет апа, Рашида поддержка қылама, осы класты ал деді. Құдайға шүкір, рахмет. Классымның ең жақсы болып бітіргені міне жетіскелігі Свет апамыздың арқасында. Администрация Салим апа, Мұхаббат апа, Нұрсұлу, әмеңізге рахмет. Ата-аналар осындай перзенттерді қамалға келтірген, тәрбие берген, сіздерге де көп рахмет. Ендігі жағында осылардың тек жақсы қызықларын көргейсіз. Перзенттеріміз бәрі оқуға кіріп кетіп, мектебімізді үлкен қуанышқа бөлеге. Свет апамыздың абырайын бұндан да көтеріп жүре берген. Әмеңізге әумин. Здравствуйте, уважаемые гости, наша администрация школы, дорогие дети. Поздравляю вас с вашим сегодняшним праздником. Сегодня ваш последний день в этой школе. Вы прошли очень многое вместе с вашим классом. Я желаю в будущем всем вам отменного здоровья, достижения всех ваших намеченных целей. И дай Бог в будущем стать самыми лучшими людьми, чтобы мы, ваши родители, только гордились, когда видели вас, мы только гордились и говорили: вот наши ученики. И хочу выразить отдельную благодарность нашему директору Светлане Самратовне. Спасибо вам за поддержку, за ваши идеи, фантазии. Вот сколько дней вместе ходим, все это организовываем. Нашим завучам Салим апа, Мухаббат апа, Нурсулу апа, всем учителям, которые внесли свой вклад этим ученикам. Желаю вам вашим урокам пути, работе неиссякаемой силой. И спасибо родителям за таких прекрасных и замечательных детей. Класс başları өздерінің тілегін айтты. Міне, азыр Дилбардың баласы өткен жылы оқып біткерді.
Азыр Ачуда студент, 5 университетке кірді, Дилбардың баласы, өзінің родной баласы. Биылғы балалары өзінің азыр оқытып атқан балаларам, сол жолды азыр үш класстың өзінен азыр көпшілік балалар студент болды. Соның үшін Дилбарға көп рахмет айтамын. Файозаның баласы да сондай. Өткен жылы оқуды бітіріп, қазір медик болып, бірінші курсты биыл бітіріп жатыр. Сүйеді бітіріп кетті. Файозаның балалары да биыл оқуға кіріп кетсін. Рашиданың балалары өзі биыл бітіріп жатыр тоже. Енді сол жолдарын беріп, бірге сол ұстаздардың балаларына оқырсын. Айсәлемнің балалары елесі кішірек, бірақ ұсып балалары құда жақсылап, оқуларға түсіремен деп, ұсыларға аянбай қызмет істеді. Бұл класстанан көпшілік оқушылар сертификат алды. Міне біздер администрация мектептің мұғалімдері, осы оқушыларымызға ғаресіз қалемді атып атқанына, ерте өзінің ең жақсы көрген оқуларына кіріп, біздерге жоғардан көжені күзде сана деген бар ғой. Тек жаңағы тест дегеннен кейін біздер сіздерден сұрап отырмаймыз. Өздеріміздің компьютерімізге таң деп келе береді. Кірді, контракт, бюджет деп, тап солдай болып кіре берсін. Енді неше күндерден бері жүгіріп жүріп, осы мектептің сыртынан төніменен таярлап кетіп жатырды. Әкілеп, әме жерлер түзелеп, енді кеткен біздердің замларымыз бар міне. Соның үшін мен ұсыларға да әзір сөз бергім келеді. Міне, Сағдикова Салима. Ассаламу алейкум, құрметті Омырчықас біткерушілері, ұстазлар, құрметті ата-аналар. Міне бүгін біздің мектебімізден биыл 92 қарлығаш ұшып кету алдында тұрды. Өмір деген үлкен жолға қадам тастап жатыр екен, олардың жолдары айдын болсын деймін. Әрбірі өздерінің арман еткен, ниет еткен жоғары оқу орындарына кіріп, сіздерді һәм біздерді қуантып отырға деймін. Міне біздің Свет апамыз өзі сондай талапшам, басшы, соның айтқанын қылып біздер қадам атып жатырмыз. Оқушыларымызға да сондай ұлы жолдарды бергей, үлкен ұстаздар болып, үлкен инсанлар болып жетіліскей, солардың арқасында біздер мақтанып отырайық. Әммеге жақсы жоғары оқу орындарына кіріп кетіп, қуантып отырға істеймін. Рахмет. Құрметті ата-аналар, ұстазлар, оқушылар, бүгін мектебімізде соңғы қоңырау кешесі жүда жақсы өтпекте. Күніменен сол оқушыларымызға жақсы тілектер айтып жатырды. Міне Свет апа, мұғалімдер, мен де сол тілектер тілеп қаламын. Биылғы міне қарлығашларымыз деп жатырмыз. Құдайым қарлығашларымыздың паруазлары бәлет болсын, сол үлкен абырай әперетіндей мектепке, ата-анаға абырай әперетіндей оқушылар, перзенттер болғай. Әмеңізге рахмет айтамын, тілектеріңіздің бәрі қабыл болсын. Мектептеріңізге мынандай алып, келіп отырған мұғалімдеріңізге рахметіңізді айтып, жоғарыдан көрініп жүру естелетсін. Сіздердің жақсы күндеріңізді көру, сіздерге бұйырсын. Сіздердің минеттеріңізді ақыласын. Мезат бірге келіп тұрсек, ятамда бүгін қойғанда өнекіге соғысын. Келіп, қайсы класс? Жырлар. Сегодняшний большой праздник. Последний звонок в школе. Пусть останется в памяти вас. Ежегодно приходите на последний звонок, поздравлять своих учителей. Или на 1 сентября. Обязательно соберитесь и приходите поздравлять. Но вам желаю, дорогие дети, завтра все вылетаете, хороших успехов при поступлении в учебное заведение. Сегодня мы сколько сказали, ваша школа получили сертификаты, программы очень интересные.
учебные заведения, поэтому, чтобы вы оправдали такое и дали 90% поступления в вузы. Счастливого пути. Спасибо. Еще раз спасибо. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, o'quvchilar, maktab jamoati. Bugungi ne deymiz, 25-may bitkir o'tishimiz hammaga qutlug' bo'lsin, hammaga baland parvozlar tilayman. Xudoyim shu prezidentlarimiz qaysi maktabda o'qidi, nomer 3 maktabda o'qidi deydigan prezidentlar bo'lsin. Baland parvozlar tilayman. Birinchi ota-onasining umidini aqlaydigan, o'quvchilarning, maktab jamoatining umidini aqlaydigan prezidentlar bo'lsin. Hammasi o'qishga kirib, hammasi byudjet bo'lib, shu maktabning atog'ini baland parvozga ko'taraversin. Bir harf yürütken ustozlar 40 yıl selam berdigen maqol var, ata-bobamızdan qalgan, sol ne deymiz? Muallimlerin ümitlerini bärini aqlayversin. Rahmet. Всем хорошего дня. Всех поздравляю вот этим прекрасным праздником 25 мая, Днем выпускной. Вот 11 лет вы все вот с утра приходили, учились в этом священном здании. В этом главном здании, самый, так сказать, мама школы, Света, вам большое спасибо. Вы за всеми детьми смотрели как за своими, вот учителя, завучи. Все, как придешь, они всегда говорят: мои дети, менің балдарым. Везде слышим только это слово. Они, так сказать, ребята, ваши вторые родители, поэтому никогда их не забывайте, всегда уважайте. И вам желание. Вот все вы собираетесь поступить на высшую лигу. Желаю удачи вам. Все, что вы учили в школе, дай Бог, чтобы вам пригодилось и в жизни, и в учебе, и достигли больших высот. И никогда не забывайте своих учителей, потому что когда вы из дома пришли, вы не знали букву А. А со школы вы выходите, так сказать, взрослыми, грамотными, большими людьми. Спасибо большое всем. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, hurmatli maktab administratsiyasi, hurmatli direktor va bitiruvchilar. Bugungi so'nggi qo'ng'iroq kuni bilan hammangizni chin qalbdan tabriklayman. Albatta sizlarga eng yaxshi niyatlar va albatta ota-onalarning ham niyati, maktabning ham niyati bu sizlarni o'z yo'llaringizni topish, oliy o'quv yurtlariga kirish va hurmatli insonlar bo'lib yetishishingizni hammamiz istaymiz. Hammamizni bolalarimizsiz. Biz sizlarga faqat oq niyatlar tilaymiz. Shuning uchun bu ustozlaringizning mehnatlarini albatta ardoqlab, ularni qadrlab, ularni samarasini bering sizlar. Biz faqat shuni so'raymiz. Ilohim charchamang sizlar. Keyingi bitiruvchilarga ham sizlarga sabr, kuch tilaymiz. Muallimlar hammangizga omad, bitiruvchilar sizlarga ham omad. Tabriklayman hammangizni. O'quvchilar, mehmonlar, aziz o'quvchilar, ne bugun son qo'ng'iroqda o'zingizni aytolmayotgan tilaklarni bari aytdingiz. Hammangizga maktab administratsiyasi adnan ko'p rahmatlar aytaman. Shu o'sib o'tirgan o'quvchilarimizdan ko'ra hammasi o'zini o'rnini topib umrda insanlar sonday insonlar bo'lsin. Haligi o'zining kasbining mamani bo'lsin. Sizlarda hamma vaqt qartayganda jasoratdan shaxsiy insonlar bo'lib ketasiz. Ularning shaxsiy kunlarida, o'quvlarida, diplom olgan kunlarida, shang'iraq bo'lgan kunlarida hammasi shunday to'rt ko'z tugul bo'lib, hammamiz amallik bilan shaxsiy kunlarda uchrasak. Hammangizga rahmat. Endi dalaga borib, asli suratlarga chiqarsangiz bo'ladi.